Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге тағы да бір мәрте қазақ тіліндегі алғыс және қарғыс сөздерге қатысты ақпарат ұсынғым келеді. Жалпы қазақта алғыс түбі ақмай, қарғыс түбі қарақан деген айтылым бар. Бұл айтылым нені білдіреді? Алғыс түбі ақмай деген, алғыс арқылы адам, жасы үлкен адам болса, жасы кіші адамға, немесе жасы кіші, жасы үлкен адамға өзінің жақсы ниетін шын көңілмен білдіреді. Яғни алғыс бұл жақсылыққа негізделеді. Сондықтан халықта алғыс алу арқылы адам бақытқа бөленеді, жолы ашылады, өмірі жақсы болады деген тілек бар. Бата менен ер көгереді дейді. Алғыспенен бата, тілек бір-бірімен сабақтасып, ұштасып жатыр. Ал қарғыс түбі қарақан дегені, бұл қандай да бір жағдайда біреудің өліміне себепші болса, немесе қандай да бір ауыр зиян шеккен жағдайда қарғысқа ұшыраған адамның өмірде жолы болмайды, және сол қарғыс адамды жібермейді деген сенім бар. Сондықтан алғыс түбі ақмай, қарғыс түбі қарақан деген сөз қалыптасқан. Алғыс сөздер мен қарғыс сөздер бұл қазақтың барлық болмысын, сан түрлі салт дәстүріне сәйкес, болмысына сәйкес қалыптасқан, мазмұнды бойына сіңірген тілдік таңбалар. Алғыс пен қарғыс сөздер бұлар қазақ тілінде орныққан, және ол алғыс пен қарғыстың өзінің айтылу объектісі және мотиві, яғни айтылуына негіз болатын уәждер бар. Осыған сәйкес алғыстың түрі, қарғыстың түрі тілде орныққан. Біз бүгін осы жалпы алғыс, қарғыс сөздер бұл қазақ ауыз әдебиетінің белгілі бір жанрына жатады. Ал лингвистикалық тұрғыдан келген кезде бұл алғыс сөздер мен қарғыс сөздердің әрқайсысының белгілі бір этнолингвистикалық сипаты бар екендігін білеміз. Әбдуәли Қайдаровтың айтуынша, қазақ тілінде 500-ге жуық алғыс сөз бар, және ол сөздіктерде соның 100 шақтысы берілген болып саналады. Жалпы алғыс айту бұл қарғыс сөзге қарағанда жеңіл айтылады. Өткен себебі алғысты айтқан кезде бұл жақсылық тіленеді. Сондықтан алғыс сөзді айту бұл жеңіл болып табылады. Ал қарғау біреуді ол өте ауыр, сондықтан көп жағдайда бұл қарғыс сөздер бір қиын жағдайларда, жағдаятқа сәйкес қана таңдалып қолданылатын болған. Жалпы алғыс сөздерді айтқан кезде эмоционалды экспрессивті сөздер, яғни эмоционалдық бояуы қанық сөздер қолданылады. Және алғыс сөз ол бір ауыз сөзбен де берілуі мүмкін, немесе сөз тіркестерімен, тіпті өлең жолдарымен де алғыс берілуі мүмкін. Алғыс айтқан кезде бұл екі жақтың, алғыс алушы жақ пен алғыс айтушы жақтың арасындағы жылы қарым-қатынас орнайды, және алғыс айтушы тарапынан тек эмоционалды экспрессивті сондай жағымды сөздер ғана айтылып қоймайды. Сонымен қатар оны құшақтап бетінен сүю, немесе қос қолдап қолын алу, немесе иығынан құшақтау тәрізді әртүрлі қимыл әрекеттер қоса орындалады. Күнделікті қолданыста алғыс айтқан кезде ең жиі қолданылатын алғыс сөздер бұл қысқа да болуы мүмкін, ұзақ та болуы мүмкін. Ең қысқасы рахмет деген сөзді қолдану. Бұл біздің күнделікті өмірімізде жиі кездеседі. Одан басқа Алла разы болсын, көңіліңізді Құдай қуантсын, көңіліңізді Құдай көтерсін деген алғыс сөздер бар. Бұдан басқа алғыстардың ішінде Абайдың ақылын немесе басын берсін, Жамбылдың жасын берсін, Сәкеннің сәнін берсін, Күләштің әнін берсін деген тілек айтады. Алғыс барысында бұл кезде тілек сөздер мен алғыс сөздер ұштасады, екеуі де жақсылық тілейді. Біздің айтып отырған осы тілек сөзіміз бар өнер бойыңызда болсын деген ниеттен туындаған. Алғыс сөздер ата өлең түрінде де келеді. Адалдан бер, ақтан бер, бәлекет жатқа бер,
ер маңдайын баққа бер деген ата өлең түрінде кездесетін алғыстар да бар. Алғыс айтқан кезде көбінесе қазақ халқы абыройға, мерейге қатысты алғыс айтады. Абыройың арта берсін, мерейің үстем болсын. Тілек сөздердің ішінде кәрі кісілердің, қарт адамдардың айтатын тілегі бар. Бұл аз ауру, аңсат өлім бер деген тілек. Бұны негізінен кәріліктің белгісі айқын біліне бастаған кезде үлкен адамдар сол өзіне ауру жеңіл болса екен деген ниетпен тілек тілейді. Аз ауру, аңсат өлім бер деген осы кәрі кісілердің айтатын тілегі. Немесе үлкен кісілер балаларының жамандығын көрсетпе деп тілек тілейді. Қыз балаларға, бой жетіп келе жатқан қыздарға айдай ашық бол, күндей ыстық бол деген тілек айтады. Бұл сұлу болып, ақылды болып ержет деген ниетпен айтылады. Жолға шығатын адамға да тіленетін тілек бар. Ол ай жүріп аман кел дейді, яғни жолыңыз ашық болсын, қанша уақыт сапарлап келсеңіз де елге аман есеңіз жетіңіз дейді. Осы тілектің нұсқасы тағы бір ай жүр, жыл жүр, аман жүр деген тілек. Қазақтың жақсы алғыс сөздерінің бірі алдыңды бала, артыңды мал бассын деген. Яғни ұрпағың кеңге жайылсын және бақ дәулет басыңа орнасын, бай дәулетті бол деген сөз. Алғыс сөздердің, тілек сөздердің қатарында айтқаның болып, дегенің орындалсын деген, дегеніңе жет деген жақсы сөздер бар. Бұл арман тілегіңнің бәрі орындалсын, өзің көздеген мақсатыңа қол жеткіз дегенді білдіреді. Ересектермен бірге отырған жас балалар түшкірген жағдайда оған ересектер тарапынан аққас мұңсыз бол деген тілек айтылады. Аққас мұңсыз бол деген жасың ұзақ болсын, әдемі қарттыққа жет және ешқандай басында қайғы мұң болмасын деген сөз. Қазақтың тілек сөздердің ішінде қазір сирек қолданылатын сөздер де бар. Мысалы, айылың құйысқандай болсын, алашың туысқандай болсын деген айтылым бар. Бұл бар қазақ сенің жақының болсын, бар қазақтың ауызбіршілігі бір болсын дегенді білдіреді. Алғыс айтушы адамның көңіліне ризашылығын алғыс алған адамда білдіріп отырады. Аузыңа май, астыңа тай, айтқаның келсін деген сөз осы алғыс айтушыға қарата айтылады. Яғни айтқан алғыстың барлығы қабыл болып, жұғысты болып, сол орындалсын деген мақсатты көрсетеді. Құрметті Тіл ғылымы каналының көрермендері, сіздерге ұсынылып отырған бүгінгі ақпарат алғыс және тілек сөздерге қатысты болды. Кәделеріңізге жарасын, біліп жүрген артықты кетпейді деп ойлаймын. Алғыс алатын істеріңіз көп болсын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.